Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін сіздерге вареники жасалу жолымен бөлісемін. Ешқандай езілмей, өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен картопты осылай ірі етіп турап, үстіне су құямыз. Одан кейін тұз салып, орташа отта пісіріп аламыз. Одан кейін қамыр илейміз. Ұнға бір жұмыртқамызды жарамыз. Жылы суға тұз салып араластырамыз. Суды құя отырып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Қамырды жақсылап илеп, бетін жауып 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Енді піскен картоптың суын төгеміз. Одан кейін үстіне сары май, қара бұрыш саламыз. Дәміне қарай кішкене тұз саламыз. Барлығын жақсылап езіп аламыз. Мен салмасын осылай картоппен жасадым. Кез келген өзіңізге ұнайтын сүзбемен жасасаңыз да болады. Енді табаға кішкене сұйық май құйып, ұсақтап туралған пиязды салып қуырамыз. Пияз кішкене сарғая бастағанша қуырамыз. Одан кейін жартысын алып, жаңағы біздің картоп салмамызға саламыз. Ал қалған жартысын біз табамызда толық қызарғанша қуырып аламыз. Ол бізге вареникіміз дайын болғанда бетіне құю үшін қажет. Осылай картоп пен пиязымызды жақсылап араластырып аламыз. Мен әрдайым осылай жасаймын, немесе пияз қоспай тек картоппен жасасаңыз да болады. Енді жақсы тынған қамырды алып, осылай шетінен кесеміз. Қалған бөлігін бетін жауып қойып қоямыз. Сопақша етіп жасап, бірнеше бөліктерге бөлеміз. Вареникидің үлкен кіші болуы өз қалауыңыз бойынша. Мен үлкендеу етіп жасаймын. Содан кейін осылай жайып, орташа етіп жаямыз. Қатты жұқа емес, қатты қалың емес. Одан кейін ортасына осылай картоп салмамызды салып, жан-жағын жақсылап бекітіп шығамыз. Өте оңай, тез жасалынады. Құрметті көрермен, егер сіз каналға тіркелмеген болсаңыз, төмендегі подписаться батырмасын басып, қазақша каналды қолдап, тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Әрі сізге видео ұнаса, лайк басуды да ұмытпаңыз. Барлық вареникаларымызды осылай түйіп дайындап алдым. Енді ыдысқа су құйып, дәміне қарай тұз саламыз. Мен бір тал лавр жапырағын салдым. Одан кейін толық қайнағанын күтеміз. Осылай қайнағаннан кейін біз вареникаларымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, орташа отта 5-6 минуттай пісіреміз. Осылай суда пісірсек те болады, немесе манты секілді етіп, мантаварка деп пісірсек те болады, яғни буға пісірсе де өте дәмді болып шығады. Мен кейде солай буда пісіремін. Мен 6 минуттай пісірдім. Енді осылай сүзіп аламыз. Барлық вареникаларымызды осылай пісіріп аламыз. Егер сізде ыдысыңыз үлкен болса, барлығын бірден пісірсеңіз болады. Келесі кезекте табада қызартып қуырып алған пиязды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Бірақ бұл міндетті емес. Егер осылай жасасаңыз, вареники одан сайын өте дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Қош сау болыңыз.